Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен осындай 5-ақ минутта дайын болатын пиццаның рецептісімен бөлісемін. Өте оңай, әрі көп уақытты талап етпейді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ол үшін ең әуелі осындай бөлке нанымызды алып ортасынан кесіп аламыз. Пісіруге де көп уақыт кетпейді. 5-ақ минутта піседі. Қамыр ашытып, әуре болып отырмайсыздар. Әрі балдарға да өте ұнамды, жақсы ас. Енді соусына кірісеміз. Ол үшін 3 жұмыртқаны ыдысымызға жарып аламыз. Жарып алдық. Енді менде петрушка қоссаңыздар да болады, өздеріңіз білесіздер. Аз ғана базилик және жарты шай қасық тұзымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Араласқан массамызды бөлген нанымыздың үстіне құйып, біркелкетіп жағып аламыз. Енді үстіне кесілген колбасаларымызды қойып шығамыз. Үстінен бөліктерге бөлінген қызанақтарымызды қойып аламыз. Енді үстінен үккіштен өткен сырымызды біркелкетіп жайғастырып аламыз. Жайғастырып алдық. Енді осыны қызып тұрған пеште 220 градус қызып тұрған пеште 5 минут пісіріп аламыз. Міне осылай болып пісіп шығады. Дәмді, аз ғана уақытты 5 минутты талап етеді. Менің балдарыма өте қатты ұнады. Сіздердің де ұнайды деген сенімдемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын. Және менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.